Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай тауық етінен керемет рулет жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай, құрамы арзан тұрады. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын, және менің арнама тіркеліп қойыңыз, қоңыраушаны да басып қойыңыз. Ең алдымен бізге осындай тауықтың фаршы керек болады, немесе филені алып өзіңіз ет тартқыштан өткізсеңіз болады. Одан кейін болғанын тұзымызды, бұрышымызды, паприкамызды салып, және бір бас пиязды осылай қуырып алып салатын боламыз. Менде пияз сәл күйіңкіреп біткен, сіздер күйдірмей әдемілеп салсаңыздар болады. Барлығын бір келке етіп, фарш қылып араластырып дайындап қоямыз. Ендігі кезекте бізге 2 штук фольга керек болады. Бір-біріне беттестіріп фольгамызды және осындай майлаймыз. Өйткені біздің тауық етіміз жабысып қалмау керек. Енді фаршты салып, қолымыздың көмегіменен бір келке етіп түп-түзеу форма жасап жайып шығатын боламыз. Және жайып болғаннан кейін осылай сушитын сыртына арналған жапырақты қоямыз, және өрік, мүйіз, өзіңіз қалаған кепкен дәндерді де қойсаңыз болады. Барлығын қойып жайғастырып болғаннан кейін, осы видеода көріп тұрғандарыңыздай жайлап алып, рулеттің формасына келтіріп орайтын боламыз. Жайлап бір келке етіп, арасы қуыс болып қалмау керек. Жақсылап тұрып ораймыз. Осы кезде біздің пешіміз қызып тұру керек. 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минутқа салып алатын боламыз. Міндетті түрде екі басын біріктіреміз, себебі біздің фаршымыздың суы шығып кетпеу керек. Осылай біріктіріп 180 градуста 35 минутқа пісіреміз. Мінекей біздің рулетіміз дайын болды. Өте күшті, керемет, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет.